Ал енді аға сіз саба ма андағы? Өрме саба ғой мынау. Бұл енді сиырдың терісінен өріледі. Алдымен иленеді. Илегенде мынау өзі 6 сиырдың терісінен шыққан мынау. Қанша сиыр? 6 сиырдың терісінен. Бірақ енді 6 сиырдың терісінен өре білсеңіз дағар болып кетеді ғой. Мынау жондама терісінен гene таңдап алынғаны. Жалпы таспа саны 1300 таспадан өріліп шыққан. Қанша уақыт кетті осы өрме сабаны тоқуға? Терісін илеуіне уақыты мол кетеді мұның. Енді өруіне жалпынан тіліп өріп шыққанына 3 ай мөлшер уақыттарда Бір сабан үшін 3 ай? 3 ай кетеді. Сіздің мынау бесікті Қазақ халқында бұрыннан енді қолданып келе жатқан тал бесік. Мынау негізі талдан ғане шабағынан тартып қалған мына құраған чегедеріне дейін бірақ талдан салғанбыз. Бұның негізгі талдың қабығын аршымадық. Бұл осы ендігі жас ұрпақтар көрген жерден оның тал екендігін біле үшін осының қабығымен бір тұтас қоя салдық. Бұрынғы өткен бабаларымыз тал құсаған үрім бұтақты ұрпақты болайық деген ырыммен осындай тал бесіктен талдан жасайды екен. Сол бойында үлкен кісілердің айтуы күйінше осылай жасап шықтық.